Теректі аудандық лингвистикалық гимназиясының 2018-2019 оқу жылындағы гимназия оқушылары мен ұстаздарының жетістіктері. Амангелдин Қания, облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пәні олимпиадасының 3-ші орын иегері, жетекшісі Мұратгүл Мұратқызы. Меңдіхан Ақбота, облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пәні олимпиадасының алғыс хат иегері, жетекшісі Утупова Кәмшат Темірхановна. Оңғарбаева Анита, облыстық орыс тілі мен әдебиеті пәні олимпиадасының алғыс хат иегері, жетекшісі Кашгалиева Айгүл Төлеуғалиевна. Сабир Ғалинұр, облыстық ағылшын тілі пәні олимпиадасының 2-ші орын иегері, жетекшісі Турешева Әйгерім Мерекеевна. Саматова Мадина, облыстық ағылшын тілі пәні олимпиадасының алғыс хат иегері, жетекшісі Құрмашалысы Қуанғалиевасы. Избәс Аяжан, облысы Қазақстан тарихы пәні олимпиадасының 3-ші орын иегері, жетекшісі Фрунзиев Бекназар Мақсотович. Қалиханова Айсара, облыстық Қазақстан тарихы пәні олимпиадасының алғыс хат иегері, жетекшісі Наурызгалиева Күләш Ахрановна. Ергалиева Аружан, облыстық құқық негіздері пәні олимпиадасының алғыс хат иегері, жетекшісі Фрунзиев Бекназар Мақсотович. Максимов Бектас, облыстық география пәні олимпиадасының 3-ші орын иегері, жетекшісі Сұлтанов Данияр Амангелдалы. Тулепов Айбар, облыстық информатика пәні олимпиадасының 3-ші орын иегері, жетекшісі Хайруллина Айнұр Қадыржановна. 10-шы сынып оқушысы Отарова Нұрлы, жетекшісі Бердібекова Жазира Жмантаевна. Тақырыбы болашақ бүгіннен басталады. Мақсаты ұстаздар мен оқушыларды мектеп жанында орналасқан жер-жерінде көркейту, көгалдандыру шаруаларына тарту. Облыстық бөлімде 2-ші орын иеленіп, республикаға жолдама алды. 10-шы сынып оқушысы Сабир Ғалинұр, жетекшісі Хасанова Алия Салимовна. Тақырыбы Қадыр Мырза Әлі шығармаларындағы ұлттық нақыш пен ой тереңдігі. 10-шы сынып оқушысы Серик Әлішер, жетекшісі Орынов Мирас Абайұлы. Тақырыбы пайдалы бактерияларды көбейтуге арналған биореактор. Мақсаты табиғат ресурстарын қолданудағы экологиялық және қауіпсіз жолға көшу, соның негізінде адамзат шаруашылығын экологияландыру. Аудандық бөлімде 1-ші орын иеленді. 9-шы сынып оқушысы Мұхсит Әділхан, жетекшісі Сұлтанов Данияр Амангелдалы. Тақырыбы жасыл экологияны қолдау. Мақсаты табиғи қалдықтарды тиімді пайдалану, қалдықтардан таза өнім алу. Аудандық бөлімде 2-ші орын иеленіп, облысқа жолдама алды. 10-шы сынып оқушысы Мақсут Меруерт, жетекшісі Бердібекова Жазира Жұмантаевна. Тақырыбы Батыс Қазақстанда өсетін шипалы өсімдік қара қарақаттың пайдасы мен зияны. Мақсаты қара қарақаттың адам ағзасына тигізетін әсері. Облыстық бөлімде 3-ші орын иеленді. 9-шы сынып оқушысы Мендібаева Лилия, жетекшісі Әшкеева Гаухар Алтынбекқызы. Ғылыми жұмысының тақырыбы Жиенбет Бартоғашұлы жырау, батыр һәм қайраткер. Мақсаты Жиенбет Бартоғашұлының еліне, халқына жасаған игі істерді насихаттау. Жиенбет Бартоғашұлы мен Жиенбет Дана арасындағы байланысты орнату. Лилия аудандық ғылыми жобалар сайысында 2-ші орын иеленіп, облыстық бөлімге жолдама алды. Облыстық ғылыми жоба жүлдегерлері. Избәс Аяжан, 2-ші республикалық ұлы дала ұрпақтары өнер мен білім байқауында ғылыми жоба жанры бойынша бас жүлде иегері, жетекшісі Фрунзиев Бекназар Мақсотович. Халықаралық байқаулардың жүлдегерлері. Сатқалиев Ернар, 3-ші халықаралық Қазроботикс 2018 фестивалінің 1-ші орын иегері, жетекшісі Маемиров Армат Максимович. Құлжымаров Диас, 3-ші халықаралық Қазроботикс 2018 фестивалінің 1-ші орын иегері, жетекшісі Маемиров Армат Максимович. Республикалық байқаулардың жүлдегерлері. Кенжетайұлы Арсен, республикалық әбіш оқулары байқауында иллюстрациялық суреттер жанры бойынша 2-ші орын иегері, жетекшілері Гатаов Кенжетай Ухасович, Утупова Кәмшат Темірхановна. Облыстық байқаулардың жүлдегерлері. Сабир Ғалинұр, ағылшын пәні бойынша облыстық блиц турнир байқауының 2-ші орын иегері, жетекшісі Турешева Әйгерім Мерекеевна. Максимов Бектас, білімді ұрпақ ел болашағы атты облыстық зияткерлік сайыстың иегері, жетекшісі Сұлтанов Данияр Амангелдалы. Ергалиева Аружан, жас қазақ жобасы аясындағы менің таңдауым облыстық байқауының алғыс хат иегері, жетекшісі Макарова Анаргүл Әділханқызы. Кенжетайұлы Арсен, облыстық әбіш оқуларының Әбіш Кекілбаев Абылайхан драмасына, Аңыздың ақыры романына, Ақырғы аялдама әңгімесіне иллюстрациялық суреттер 1-ші орын иегері, жетекшісі Гатаов Кенжетай Ухасович, Мұратгүл Мұратқызы.
Аманова Камиля «Бір ел бір кітап» акциясы бойынша дара тұлғалардан қалған мол мұратты облыстық жас иллюстраторлар байқауының 2-ші орын иегері, жетекшісі Гатаов Кенжетай Ухасович Мұратгүл Мұратқызы. Үмбеталиев Әли Жайық толқыны фестивалінде жас ақын бағыты бойынша 1-ші орын иегері, жетекшісі Макарова Анаргүл Әділханқызы. Облыстық мұқағали оқулары 2019 байқауының алғыс хат иегері, жетекшісі Нұрғазы Жанат Елубайқызы. Мәдениетова Балсулу облыстық қадыр оқулары алғыс хат иегері, жетекшісі Хасанова Әлия Салимовна. 1-ші облыстық ақштаб оқулары 2019 байқауында жырымды саған айтамын бағыты бойынша 3-ші орын иегері. Амангелді Шұғла 1-ші облыстық ақштаб оқулары 2019 байқауында мені оқитын халқым бар бағымы бойынша 2-ші орын иегері, жетекшісі Ашкиева Гаухар Алтынбековна. Жайлыбаева Айзада 1-ші облыстық ақштаб оқулары 2019 байқауында көркемсіз бағымы бойынша 3-ші орын иегері, жетекшісі Кесімова Ақтоқым Қалымжанқызы. Елдос Әділ Меңдібаев Жасқыран Нұр Отан партиясының 20 жылдығына және тәуелсіздік күні мерекесіне орай робототехникадан облыстық жарыстың 2-ші орын иегерлері, MyRobot 2019 сайысының 1-ші орын иегері. Аймақтық робототехника олимпиадасында сызық бойымен қозғалу категориясы бойынша 1-ші орын. Нұр Отан партиясының жүлдегері үшін өткізілген жаңа мүмкіндіктер алаңы тақырыбында ұлттық ойындары бойынша роботты техникалардың облыстық жарысында робо қыз қуу категориясы бойынша 1-ші орын. Жетекшісі Маемиров Армат Максимович. Асқаров Арман Сабырғали Айсар. MyRobot 2019 байқауының 1-ші орын иегерлері. Нұр Отан партиясының жүлдесі үшін өткізілген жаңа мүмкіндіктер алаңы тақырыбында ұлттық ойындары бойынша роботты техникалардың облыстық жарысында робо арқан тартыс категориясы бойынша 2-ші орын иегерлері, жетекшісі Маемиров Армат Максимович. Рашид Жәнібек облыстық айбын әскери патриоттық жарысының 1-ші орын иегері, жетекшісі Мырзағалиев Уразбай Сүндеткалиевич. Тілеген Ақбота химия пәні бойынша облыстық 5-ші элемент 2019 эрудит туры бойынша 2-ші орын иегері, жетекшісі Алхамбетова Айдана Серікбайқызы. Айтмұхамбетова Айзере химия пәні бойынша облыстық 5-ші элемент 2019 химиялық зерттеу эксперименттің турнирі эрудит және есептеу мен жаттығулар туры бойынша 3-ші орын иегері, жетекшісі Алхамбетова Айдана Серікбайқызы. Айтмұхамбетова Айзере Бисенгалиева Сәния Айғанат байқауының облыстық кезеңінің жүлдегерлері. Пән мұғалімдерінің жетістіктері. Кереева Нұрбөбек Есболовна 1-ші халықаралық жылдың үздік ұстазы 2018 байқауының 2-ші орын иегері. Ашкиева Гаухар Алтынбекқызы жетекші мектептердің тренерлеріне арналған үздік мектеп тренері байқауының облыстық кезеңі, зерттеудегі сындарлы ой номинациясының иегері. Облыстық үздік кәсіби қоғамдастық байқауында оқытуды үздік ұйымдастырушы мектеп номинациясы, Теректі аудандық лингвистикалық гимназия желісіндегі ізденіс қоғамдастығы. Наурызғалиева Күләш Ахрановна облыстық еңбек күні байқауында жастардың ең үздік тәлімгері номинациясының иегері. Құрмаш Шанысы Қуанғалиқызы ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне арналған облыстық пән олимпиадасының 1-ші орын иегері. Хайруллина Айнұр Қадыржановна информатика пәні мұғалімдеріне арналған облыстық пән олимпиадасының тәжірибелі бағдарламаушы номинациясының иегері.
учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Но ходить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Қазақтың батырлар жырының қайсысын алсақ та, бәрінде ел бірлігі мен отан қорғау мәселесі бірінші кезекте тұрады. Батырлардың ойы мен арманы халық тағдырымен ұштасып жатыр. Ал енді назарларыңызға социализм мектебінің оқушылары Алпамыс батыр жырынан үзінді арнайды. Қақпаның жетіп, аусында тәйшіқандың шаншады, тұстыды енді қандарың, шырқыратып жандарын, талымға салып жіберді қасына. Білімі бұядан ұшты, қанат қағып қаратқан, қиял қуып арман кері, біз кеттік жыраққа. Білім мен ойды қосашты, ғылым іздеп өмірлік, өмірге сапар бастадық, шыңдарға жарықта. Мектепке мен білім теңіз, самғап ұшар түлектеріміз. Ұстаздарға бас иеміз, алғысымыз біздің шексіз. Білімін аямаған, ілімін саямаған, ұстазым аялаған, қыраңда қоңыр тертекте. Сап қумас қуат күшін, нәр берген шуағымсың. Қажыдың әр шәкірттің, білімін шындапсың.